Саламатсыздар, құрметті көрермендерім. Бүгін біз орамарды жасаймыз. Не болмаса штрули деп атайды. Етімізді турап пісіреміз. Қуырып пісіріп аламыз. Ол етіміз піскенше дейін картошка, пияз, сарымсақ, чеснок тазалап дайындап қоярмыз. Сосын қамырымызды дайындаймыз. Қамырымыз жұмыртқасыз иленеді. Қамырымызды илеп, аздап уақытқа қоямыз. Бір 5-10 минутке. Одан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Жаямыз, өте жұқа жаямыз. Қамырымыз жұқа болсын. Әр қамырымызды жайғасын. Ортасына май құйып, сары май құясыз ба, қаймақ құясыз ба, басқа май құясыз, өзіңіз білесіз, өзіңіз ол дәмізге қарай қалай ойлайсыз. Майымызды түгел қамырымызға жағамыз, одан кейін ораймыз. Қамырымызды орап алып, қойып қоямыз. Оған дейін етіміз піскенше дейін пиязымызды тураймыз, сарымсақ тураймыз, чесногымызды турап қоямыз. Картошканы 2 бөліп қойдым. Сосын барлығын салып қуырамын. Мына жерде мен ұмытып кеттім видеом жағуға. Негізінде, как обычно, қуырамыз барлығын. Одан кейін қуырылып, сәбіз, чеснок, тұз қуырылып болғаннан кейін картошканы саламыз. Тұз, бұрышты өз дәміңізге қарай саласыздар, дәмін көріп. Картошкаға салған кезде. Содан кейін су құямыз. Суды картошканы батыру керек. Су құйғанда картошкамызды батып тұру керек. Су құямыз, содан кейін картошкамызды қайнағанша дейін күтеміз. Картошкамыз қатты қайнау керек. Оған дейін біз әлі қамырымызды кесіп қоямыз. Міне осылай кесіп қоямыз дайындап. Картошкамыз қайнағанша дейін түгел. Картошка міне сразу қайнайды ғой, картошкамыз қатты. Сол кезде қамырымызды қатарлап саламыз түгел. Осылай салып қамырымыз кішкене міне суға батып тұрады. Кешіресіздер. Осылай саламыз түгел. Қамырымызды түгел салып болғаннан кейін қатарлап біз крышкасын жауып қоямыз. Буына піседі, сондықтан бұны бір жарты сағат буына пісіреміз. Крышкасын ол кезге дейін ашпаймыз, бірақ қарап тыңдап отырамыз. Мінекей дайын болды біздің штрули или орама. Мінекей салып отырмыз. Бүгін негізді маған қызым көмек қылды. Қызым келген үйге. Қызым көмек қылды. Соның арасында видео түсіруге ұмытып кетіппіз. Мінекей орамамыз дайын болды. Ас болсын. Менің каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Қазақша каналды қолдайық. Бәріңізге ас болсын. Ұнаса лайк қойыңыздар.